Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан клубника шоколадияның үй жағдайында жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Келесі видео рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: жақсылап тазартылған клубника, банан, шоколад, сұйық май және де шпажка. Ал бастайық. Водяной баняда шоколадымыз ерігенше жақсылап ерітіп алатын боламыз. Шоколадымыз ерігеннен кейін сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, шоколадымызды суытып аламыз. Клубникаларымызды шпажкаға тығып, дайын болған шоколадымызға малып аламыз. Банандарды шпажкаға тығып 5 минутқа тоңазытқышқа салып алдым. Сол кезде шпажкадан тайып кетпейтін болады. Шоколад шамалы қатқаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Әсемдеп болған соң міндетті түрде тоңазытқышқа салып 1 сағаттай қатырып алыңыздар. Үй жағдайында жасалған клубника шоколадиямыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.